Сұхбат нөмір 54 мекемедеміз, бұрынғы зона деп аталған 31-ші. Осы жерде өзінің жазасын өтеп жатқан Мұрат Әбділдамен арнайы сұхбаттасатын боламыз. Мекемеде енді өзімнің жаңағындай қылмысымның жазасын өтеп жатырмын, әрине. Аллаға шүкір, көңіл күйім жақсы. Сол бүгін енді мекеме атынан берілетін 2 күндік отбасымен кездесуге мүмкіндігі бар. Сол 2 күндікке шығайын деп жатырмын бүгін. Алла қаласа, анам келейін деп жатыр бүгін. Біріншісінде шартты түрде 2019 жылы Кентау қаласының соты сізді 3 жыл 6 айға шартты түрде бас бостандығыңыздан айырды. Міне одан кейін міне Түркістан қалалық сот 4 жыл 6 айға бас бостандығыңыздан айырды. Жаза әділ болды ма? Әрине, маған ескерту берілді басында жазаның сыртта өтеу несін. Бірақ енді өкінішке орай әрине осында болып қалды. Енді бұл тақырыпта ойламадыңыз. Шыныңызды айтыңызшы. Енді өмір ғой, енді білмедім, аяқ астынан болды. Ол тақырыпта терең сөз қозғала келмейді, әрине. Мұрат мырза, жалпы шығармашылық адам білесіз, ыңылдайды, шыңылдайды, енді көпшілік адам түсінуі де түсінбеуі де мүмкін. Қасыңыздағы камерадағы азаматтар сізге, жеке өзіңізге, Мұрат қойшы айналайын, ыңылдап, шыңылдай бермей, жатайықшы, ұйықтайықшы деген кездер бола ма? Енді әрине ондай кездер болған емес, бірақ себебі жаңағыдай Мұрат Әбділда деп енді мерейімді көтеріп, жаңағыдай шағала деген әнімді көбіне сұрайды. Мен қайта енді бұлай адам жинап ән айтатын адам емес, бұлай енді мәдениет ошақ бар ғой енді осы мекемеде. Клуб деген бар, сол клубта болмаса бұлайша адам жинап өлең айтпаймын. Жігіт қызың бар ма негізі? Енді дәл қазір жүретін қызым жоқ, бірақ енді әрине мекемеден ғой енді. Жоспар бар ма негізі? Алла қаласа, Алла қаласа шыққаннан кейін қандай қыздар дайындалсын? Енді нақты мынандай қыздар дайындалсын деп айта алмаймын. Қызым бәрі енді әдемі ғой, оны өзіміз жаңа бағалауымызға байланысты әрине. Енді ауыз күйген үрлеп ішеді дейді, алдын ол өмірімді айтпай ақ қойын. Мүмкін көрермендерге бірақ жақсы бірдеңе айтқым келеді. Эксклюзив не айтқыңыз келеді? Былтыр мені үйленді деді, үйленбеді деді, бірақ шын мәнінде мен былтыр үйленген болатын, құрметті бауырлар. Енді ол қажетін қыз екен нақты жұмбақ болып қалсын, бірақ мен былтыр үйленгенім рас. Үйленген, бірақ ешқандай беташарды істеген жоқпын. Яғни қандай менің келіншегім былтыр ешқандай блогер емес еді. Ешқандай блогерлікке қатысы жоқ. Әнші де блогер де емес, сондай. Сол болғанда үйлендің, содан кейін? Одан кейін енді осы оңтүстіктің қызы ма негізі? Оңтүстіктің қызы, оңтүстіктің қызын алдың, үйлендің. Ары қарай өмір сүрдіңдер ме, жоқ әлде кейін екеуіңді темір тор екі жаққа бөлді ма? Енді темір тор емес, енді әрине сырттан араласқан болдыңыз, бұған дейін де. Сол енді